very well. Thank you very much. Sit down, please. Okay. Let's continue the lesson. I must divide it into 3 groups. First group is called ampere. Second group volt. And the third group ohm. What did I give for homework? Бойынша қаншалықты білім деңгейіміздің бар екендігін біз қазір долбақтыру ойыны арқылы тексеріп көрейік. Бұл ойынды бастамас бұрын айта кететін жағдай, әрбір топ өзінің топ басшысын сайлап аламыз. Олай болса ойынның шартын түсіндіріп өтейін. Әр топ келесі топқа Flow in English. Electric force is equal to constant number times first charge times second charge divided by distance square. What is the unit electric force? Electric force is physical quantity and in CI unit by Newton. All right. How many charging methods do you know? Such charging methods. First charging by lapping, second charging by induction, third charging by contact. What is the charging by arriving in Kazakh? Оны денені үйкеліс арқылы зарядтау. Дұрыс айтасың. Әне ойын жалғастырамыз балдар. How does the charge interact? Same charge repel each other, different charge attract each other. Электр өрісінің күштіліктері және қасиеттері. Электр өрісінің күштіліктері дегеніміз бағыты өріс нүктесінде келердің бағытымен сәйкес болатын осы нүктеге жүргізілген жанаманы айтамыз. Күштіліктері үзіліссіз және күштіліктері еш жерде қиылыспайды. Олардың бағыттары қандай? Оң зарядтан теріс зарядқа бағытталған, жарайсың. конденсатор дейміз. Конденсатор дейміз. Қалыңдығы өлшеммен салыстырғанда елемейтіндей аз болатын екі пластинадан тұратын құрылғыны айтамыз. Дұрыс айтасың, жалғастырамыз. Өткізгіштер мен диэлектр туралы не білесіз? Өткізгіштер дегеніміз электр тогын жақсы өткізетін денелерді өткізгіштер деп атаймыз. Оларға негізінде жер, су, дене, тағы басқа жатады. Үштерде айта кететін болса, өткізгіш, проводник, кондуктор. Ал Жәнібек қанағаттандың ба сұрақтың жауабына? Жарайсыңдар балдар. Сендер электростатика қарауы бойынша білімдерінің жақсы деңгейде екенін көрсете біліңдер. Ал енді балдар сендерге бір жұмбақ жасырғым келіп отыр. Аса қажет өмірге қалу үшін пайдаланам күн сайын жарық үшін. Бұл жұмбақтың жауабы не деп ойлайсыңдар? Электр тогы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты You will explain conditions for production of electric current, explain physical meaning too of electric resistance and its measurement. Second, apply Ohm's law for part of electric circuit, apply formula resistivity for problem solving. Яғни бүгінгі сабағымыздың сонда мақсаты біз электр тогының жаңағы көздері, электр тогының пайда болу шарттары жайлы біз мағлұмат аламыз және пайдаланудың жолдарын үйренетін боламыз. Сонымен балдар, электр тогы деп отырғанымыз зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы. Сендер айтыңдаршы, кез келген электр тогы бар дене не істейді? Қызады. Ондай болатын болса, бірінші әсері эффектов, жарықтың әсері. Light effect and chemical effect, яғни бізде химиялық әсер де бар. Яғни бұл химиялық әсері арқылы біз электр тогында бар екендігін ести алады екенбіз, байқай алады екенбіз. Сонымен балдар, электр тогын сипаттау үшін бізге ток күші деп аталатын шама қолданылады. Осы шарттар орындалған жағдайда бізде электр тогымен жұмыс істей алады екенбіз. Ал енді бізде жаңағы ток күші, кернеу және кедергі осы үш шама бір-бірімен өте байланысты. Тәуелділікті 1827 жылы Ом ашқан болатын, сондықтан да бұл заңды Ом заңы деп атайды. Ом заңы бойынша resistance equal to voltage and divided by current. Яғни электр кедергісі кернеуге тура пропорционалды байланысты. Ал кедергі тоққа кері байланысты. Яғни кедергі артқан сайын ток күші не істейді балдарсында? Кемейді. Ал кедергі кемеген сайын ток күші не істейтін болады екен? Артатын болады екен. Ал енді бізде мынадай осы Ом заңын мынадай иллюстрациялық сурет арқылы көруге болады. Яғни жаңа айтып кеттік, электр тогының жүруіне бізде кернеу үнемі неғып отырады? Демеп отырады. Кедергі біріншіден
құймасының аумағына байланысты, сонымен қатар заттың қандай материалдан жасалғанына байланысты. Сонымен меншікті кедергіні ағылшын тілінде қалай екен? Resistance дейді. Of wire increases, its wire increases, its resistance increases. Яғни температура артқан сайын біздің өткізгіштің кедергісі не істейді екен? Артады екен деп аталады. Мұнда сендерге тапсырмалар ағылшын тілінде беріледі. Әр топ өзіне бір оқушы есеп шығаруға шығарсын. Кәне, бұл оқушылар тақтада есеп шығара береміз. Және де екінші сайысымыздың түрі зертхана бекеті деп аталады. Енді бізде әр топқа тапсырмалар беріледі. Берілген құрал жабдықтарды пайдаланып, біз эксперименттік жұмысты орындауымыз керек. Практикалық тапсырма берілген тестау құралдарды пайдаланып, физик көлігі үшін nomzodni тексеру. Жарай, бізге кірісе өтеміз. Екінші топ. Құрал жабдықтарды пайдаланып, меншікті кедергісін анықтау және бір Жарай, кірісеміз. Ал үшінші топ. электр тогының химиялық әсерін бақылау, химиялық реакция нәтижесінде электр тогын алу. Жарайсыздар. What's the resistance of wire? This formula is resistance equal to resistivity times length divided by area. Okay, all right, down please. Айбек. The formula resistance is equal to voltage divided by current. Answer is equal to Ауыл айтылатын болса, қай топ дайын? Бірінші топ дайынбыз ба? Бастаймыз, сонда қорытынды жасаймыз. Voltage higher second, we can decrease the resistance in the circuit. Окей. Біз топпен бірлесе келе отырып, оң заңын тексердік. Яғни, кернеу артқан сайын кедергінің ең аз мәніне жететін болса, ол жерде электр тоғы шамадан тыс артып, өткізгіштерде өрт болуы мүмкін. Сондай жағдайлардың алдын алуымыз керек. Жарайсыңдар. Келесі топ, вольт топ. Біз бүгін тәжірибелік тапсырмада тізбекке амперметрді және әртүрлі өткізгіштерді жалғадық. Сол кезде әртүрлі өткізгіштер өлшем нәтижесінде әртүрлі өткізгіштердің әртүрлі ток күшін көрсететінін байқадық. Біз үш түрлі мыс, темір және микром сымдарды тізбекке жалғадық. Соның нәтижесінде мысты жалғаған кезде бізде амперметрдің көрсетуі едәуір артады, ал микромды жалғаған кезде ток күші біршама кемитініне көзіміз жетті. Қорытындылай келе біз тізбекке қосылған өткізгіштердің қасиеттеріне тәуелді болатынын айтуға болады. Себебі әртүрлі өткізгіштердің электр кедергілері де әртүрлі болып табылады. Біздің тәжірибемізде біз мыс өткізгіштің электр кедергісінің жоғары екенін байқадық. Яғни оны біз өндірістердің тұрмыста қолдануымызға болады. Жарайсың. Келесі топ. Electrolytes are conductors of the second kind, substances whose electrolytes conductivity is due to the mobility of positively and negatively, and our reaction sodium chloride divided by sodium cations and chloride anions. Яғни бұл тізбекте біз ас тұзының судағы ерітіндісі электр тоғын өткізетіндігін біз осы жаңағы экспериментте байқадық. Себебі біз бірінші жай ғана суға істеген болатынбыз бұл экспериментті. Алайда су электр тоғын өткізгенмен жаңағы ас тұзының ерітіндісіне қарағанда ол жайырақ өткізеді екен. Себебі біздегі шам жай ғана жарығы аз болған болатын, ал біз суға тұз ерітіндісін қосқаннан кейін бізде жарықтың байқадық. Electrolysis in sodium chloride solution unlike electrolysis, water dissolves in water. Electrolysis is the name of the process used to separate compounds into elements by means of electric current. Electrolytic
Biz bu tecrübe жұмыста limon жемісінің электр тоғын жақсы өткізетінін байқаймыз. Ал бізге мультиметр мен лимон қажет болады. 0,5 ампер тоқ күшін көрсетеді. Мұндағы электр тоғын өткізгіш ретінде лимонның ішінде лимон қышқылы екенін байқаймыз. Демек, біз тәжірибелік жұмыста қорытындылай келе тұздар, қышқылдар, сүттілердің балқымалары мен ерітінділері және көкөністер мен жемістер ионды өткізгіш екенін байқадық. Жарайсың. Білімді практикамен ұштастыра білетіндіктеріңді, дәлелдеріңді сендерге жарайсыңдар деймін. Today our lesson was so interesting and subject. We understood that electric current is very important in our life. Lesson was very good and very interesting, and you did practical works for electric current, and electric current is important thing for our life. Ал Нұрила сен де айта ғой. Электр тоғы энергетика саласында энергияны алыс қашықтыққа жеткізуге мүмкіншілік беретінін бүгін көз жеткіздік. Және де бүгін электр тоғының маңызын, біздің өмірімізде күнделікті өмірімізде қаншалықты маңызды екенін біз тағы да эксперимент жүзінде дәлелдедік.